Сәлем достар, сіздермен бірге Еркетай арнасы. Арнамызға тіркеліп, үпіл басып, қолдап кетіңіздер. Бірде кемеңгер ұстазға бір шәкірті келіп, «Ұстаз, неліктен жаман қасиеттер адамның бойына тереңнен еніп қалып кетеді, ал жақсы қасиеттердің тұрақтауы қиын?» деп сұрады. Кемеңгер ойланып барып, «Маған мынаны айтшы, егер өсімдіктің жақсы тұқымын күн көзінде қалдырып, ал ауру тұқымын жерге көміп қойса не болады?» деп қарсы сұрақ қойды. «Жақсы тұқым күн көзіне күйіп өліп қалады, ал ауру тұқым өніп шығып, ауру өсімдік және жаман өнім береді. Көрдің бе, адамдарда да осылай болады. Олар құпия түрде жақсылық жасап, көңілінде, жүрегінде жақсы қасиеттерді жинақтаудың орнына жақсылығын елге жария етіп, сауабын жояды. Ал өзінің кемшілігі менен күнәларын өзгелер білмеу үшін жүрегінің тереңінде жасырады. Олар сол тереңдікте өсіп, өніп, адамның бүкіл көңіліне, денесіне жайылып, жаман қасиетке айналады» деп жауап берді ұстаз. Міне достар, видеоның соңына да жеттік. Арнамызды қолдауды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз арнамыздың дамуына себепші. Қош, сау болыңыздар.